Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Менің каналыма тіркеліп жазылуды ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге ауылдағы мал жайғауды көрсетемін. Бұл жылқылардың породасы российский жылқылар. Қазір қыстың күні болғандықтан барлығы қорада тұр. Бұл бордақыда тұрған бұқа. Бұл бұқаның жемін, шөбін, суын барлығын уақытылы беру керек. Себебі онсыз ол семірмейді бере бергеннен. Бұл сиырлар швед және қазақы ақбас сиыр. Мен сіздерге сиырдың қазір саууды көрсетем. Ең бірінші жақсылап барлығын жуып алу керек. Жуып, сүртіп, тазалап алу керек. Кейбір сиырлар өз табиғатынан таза сиырлар болады. Желінін былғамайтын. Кейбір сиырлар лас сиырлау болады. Бірақ енді қыстың күні қорада тұрғанда барлығы бірдей былғанады. Сондықтан тазалап алмасақ, қидың иісі сүтке шығып кетеді. Сиырлардың бұзаулары кішкентай болса, бір емшегін немесе екі емшегін бұзауға қалдырып қою керек. Себебі бұзау кішкентай кезінде жақсылап сүтке тойып өссе, ол сиыр болсын, бұқа болсын, үлкен болып өседі. Бойы да ұзын болады, етті болады. Мен енді кішкентай бұзауларым жоқ, сондықтан мен барлығын сауып аламын. Желінінде немесе емшегінде жарылғандар болса, сиырлар мазасы кетеді. Сауғызғанда дұрыс сауғызбайды, мазаңызды алады. Сондықтан май жағып, онда күтімін жасап тұру керек. Қыстың күндері жарылып кетпес үшін суықтан. Сиырдың сүті негізі иіссіз, қою болу керек, құнарлы болу керек. Енді басқа кейбір сиырларда болады құнарсыз, иіс болады, кейбір қолаңса иісті сүттер болады. Сондықтан сиырды сатып аларда жақсылап таңдап, сүтін, дәмін көріп, солай сатып алу керек. Өйткені қолаңса иіс ол сиырдың сүтінен кетпейді. Сондықтан сиырды таңдап сатып алыңыздар, жақсылап шатасып қалмаңыздар. Бұл российский жылқылар, мен жаңа айтқанымдай. Сосын мынау Заен ешкілері. Мен бірінші жылы ешкі ұстап тұрғандықтан сіздерден сұрайын. Білсеңіздер, маған комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл ешкілер Заен ешкісі. Мен буаз деп сатып алған болатынбыз. Ешкілер лақтайтын уақытта іштерінде қандай өзгеріс болады, және желіндей ме оларда, оны қалай білуге болады, байқап лақтайтын уақыт жақындаған. Егер білсеңіздер, маған комментарийға міндетті түрде жазыңыздар. Және сіздерге осы видео ұнаса және пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.